بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Алла Субхана Тағала баршамыздың жасаған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Бүгін жалпы қоғамдағы қажетті, тіпті маңызды мәселенің бірі мынау Ниса сүресінің 34-ші аятындағы Алла Тағаланың кәламының тәпсіріне біз тоқталып кетсек дейміз. Себебі бұның бірнеше себептері бар. Қазір бұлай айтқан кезде қоғамның тірегі болатын ер адамдардың әйел адамдардан асалмауы, немесе әйелдерін тыңдауы, бұлайша айтқан кезде қатын жанды, жігерсіз ер адамдардың себебінен қоғамдағы алып отырған қиын жағдайлар бар. Біз тарихымызға үңілетін болсақ, қатынды орнына қойып, қоғамда ер адам билік қылған бабалардың негіз ұрпақ едік. Өкінішке орай, сол біздің қасиетімізден біз айырылып бара жатқандаймыз. Сол негізде мен осы бүгінгі өздеріңізбен кездесуімді осы Алла Тағаланың Құрандағы Ниса сүресінің осы 34-ші аятында Алла не деді? Ер адамның орны қандай, әйел адамның орны қандай? Ер адам не істеу керек? Міне осы жайында Алла Тағала бізге кеңінен баяндап берген. Сондықтан мынау ерлі зайыптылардың арасындағы, одан кейін мынау қоғамдағы ер адамның рөлі осы қазақ мәдениетіндегі, қазақ салт дәстүріндегі осы аяттың тәпсірі іспеттес. Бірақ өкінішті, біз бұдан алшақтап кеткен дейміз. Сондықтан да құрметті жамағат, біз өзіміздің қоғамдағы орнымызды білуіміз керек. Ер адамдар. Сондай-ақ әйел адамдарда өз орнын білу керек қоғамда. Осы аятта Алла Субхана Тағала былай дейді: Астағзу билла, ар-риджалу қауамуна алан ниса. Аяттың бірінші бөлігі. Ер адамдар әйелдерге үстемдік қылушы дейді. Бірінші біз соны естен шығармауымыз керек. Отбасында, қоғамда билік жүргізетін, үстемдік қылатын, шешімді қабылдайтын кім? Ер адам. Және аяттың жалғасында біз қазір осы Ибн Касир рахимахулланың тәпсірі негізінде сіздерге осы аяттың тәпсірін тәпсірлеп берем. Жалпы аяттың мағынасына біз тоқталып өтейік. Ар-риджалу қауамуна алан ниса. Бірінші, ер адамдар дейді, әйелдерге үстемдік қылушы дейді. Не нәрседе қалай болады? Оны қазір тәпсіріне. Бима фаддалаллаху бағдахум ала баг. Алла Тағаланың екеулер олардың арасында қойған бір артықшылық бар дейді. Біз не нәрседе үстембіз? Егер мен еркекпін, егер бір әйел тақуалықта, біз еркек ұрғашы болып бөлінбейміз. Оны жақсылап біліп алыңыздар. Ал бірақ ер адамның үстемдік қылып тұратын кейбір нәрселер бар дейді. Алла айтып жатыр. Бима фаддалаллаху бағдахум ала баг. Ерлерді Алла Тағала әйелдерге үстемдік қылды дейді. Өз араларындағы кейбір істерде дейді.
Сондықтан ол намаз оқымаған еркек намаз оқитын әйелден мен артықпын сен Құдайдың алдында деп айта алмайды. Тақуа әйелдің алдында тақуасыз еркек мен сенен Құдайдың алдында кереметпін деп айта алмайды. Ал бірақ екеуінің арасына қойған кейбір мәселе бар. Үйдің иесі мен, сондықтан шешімді мен қабылдаймын деген мәселеде еркек шеше алады. Міне сол кезде сіз кеудеңізді қақсаңыз болады. Үйдің иесі мен деп. Ал жаңағы сен қатынсың, мен сенен күштімін деп, ол тақуалықта, ғибадатта, құлшылықта есептелмейді. Біз не нәрседеміз? Алла тағала бізбен олардың арасында қойған кейбір мәселелерде жаңа шешім қабылдау, шеше білу. Соны айтып жатыр. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Сондай-ақ еркектерге тағы бір артықшылық берді, олардың жаңағы өздерінің мал мүліктерінен әйелдерге нафақа беруін. Сен айта алмайсың, мен еркектің қаны мені асыра деп. Жоқ, наоборот, мен еркекпін, мен үйдің иесімін, мен асыраймын. Сондықтан сен менің әкегемді ұқсатсаң болды, айта аласың. Ал сен айта алмайсың, мен намаз оқымайынша намаз оқымайсың, мен ораза ұстамайынша ұстамайсың дегендей. Фассалихату қанитату, кейін фассалихату деді. Яғни жақсы әйелдер. Қанитату, қанағатшыл әйелдер. Хафизату ли ғайби. Сондай-ақ олар күйеулері жоқ кезде күйеуінің мал мүлкін және өзінің абыройын сақтаған әйелдер дейді. Бима хафизаллах, Алла тағала сақтап қойғандай. Енді не дейді? Аяттың жалғасында былай дейді. Уаллати тахафун. Алла тағала ескертіп алды. Не деді? Ер адамдар әйел адамдарға үстемдік қылушы. Бұл олармен біздердің арамыздағы кейбір мәселелерде. Кейін не деді? Сондай бір жақсы әйелдер бар. Қанағатшыл, еріне бойсынатын әйелдер бар. Және өздерінің абыройын, ерінің мал мүлкін сақтайтын әйелдер бар деді. Кейін енді қараңыздар не деді? Уаллати тахафуна. Міне бізге керегі осы жер негізі. Осы жерден біз ақсап жатырмыз деп айтсақ болады. Білеміз бәріміз өзіміздің үйде қазайын екенімізді. Бірақ жеме-жемге келген кезде назат беріп қоямыз кейде. Енді не деді? Уаллати тахафуна нушузахунна. Енді бір әйелдер бар дейді. Олардың шектен шығуы білінген жағдайда анау Шаншарды айтады ғой, Уәлибек ағамыз. Өзі ұр деп тұрған әйел тұрмай, жындысың ба дейді ғой. Өз белгі бере бастайды дейді. Нушузахунна деген тыңдамайды, қарсы шығады, сөз қайтарады дейді. Уже белгі бере бастайды дейді. Міне сондай әйелдер дейді. Бірақ оны не істеді? Алла тағала бізге оны қалай тәрбиелеудің жолын көрсетті. Фағизухунна, бірінші насихат қыл дейді. Қоя қой. Мен үйдің иесімін. Мен бірінші атаманмын. Қой, болады ғой? Бірден төбелесіп кетпейді ғой атамандар. Айтады ғой, мен білесің ғой кім екенім дейді. Сол сияқты ескертесің дейді. Құдайдан қорқ. Сол кезде. Одан кейін екінші тәртіп не деді? Уахжурухунна. Кейін оларды жаңағы жақындаспай дейді. Былайша айтқанда теріс қарап жатып ал дейді. Бұл екінші шарт. Егер ол уағыз айттың, насихат қылдың, қой дедің, қоймады. Сол кезде не істейсің? Бір-екі күн теріс қарап жатып аласың. Яғни шақырса бармайсың. Бірақ ана қазақ айтады ғой, жалаңаш жау алмай қоймайды деп. Сынқамау керек сол моментте. 2-3 күн шыдау керек. Кейін оған көнбеді. Әлі қақиғанын, қарсы шыққанын қоймады, не істейді? Фильмадажик деп жатыр, яғни олар төсектерінде тастап қойыңдар дейді. Сендер оған қарамай қойыңдар дейді. Мынау кейбір мәдениетте ерінің әйелге жақындаспай қоюы ауыр келетін болған. Түсіндіңіздер ме? Ауыр болатын болған. Ал енді қазір сен жақындаспай бөлек басқа бөлмеге барып жатсаң да кетсең кет дейтін жағдайға жетіп отыр да.
А бұрын күйеуінің қарамай төсекте теріс жатып алуы әйел адамның табиғатына ауыр келген. Сондықтан Құранда Алла ескертеді. Бірінші насихат қылыңдар дейді. Оған көнбейді екен, онда олар төсекте тастап қойыңдар дейді. Тастап қойыңдар деген, яғни жыныстық қатынасқа бармай теріс қарап жатып алыңдар дейді. Енді бұл арада қазір біз шарттарға тоқталамыз, ғалымдар екіге бөледі. Кейін үшінші міне, уадрибухунна. Міне үшінші жағдайда барып осыған бару керек дейді. Оны пайғамбарымыз қазір әрине оны жаңағы шықшыттың астынан кетпейді ол. Аперкот бермейсіздер. Оның өз тәртібі бар. Сондықтан оған қатты қуанудың қажеті жоқ. Али фаин атағнакум фала табу алейхинна сабила. Егер олар сендерге бой ұсынып жатқан болса, оларға жаңағы жолдарына кедергі жасамаңдар дейді. Құлшылығын жасасын, үйін жинасын, сүртсін, ыдысая, тамағын іштеп берсін. Енді осы аятқа имамдарымыз не деп тапсыр береді? Яғни ар-риджалу қауамуна ала ниса деген жерге, яғни ер адамдар әйелдерге үстемдік қылушы. Әй ар-раджулу қайюмун алал мар'a. Яғни ер әйелдің қожайыны. Қожайын. Ва хуа раисуха, яғни басшысы. Ва кабируха, сондай-ақ ол үлкен деп есептеу керек. Үйдің үлкені, үйдің иесі. Мысалы сен өзің жұмыс істейтін жерде басшыңа қарсы сөз айта аласың ба сен? Айта алмайсың ғой. Мысалы айтты, бүгін мына тапсырма істетілсін деді. Сен істемей көр. Сол сияқты болу керек. Ер әйелдің бастығы, қожайыны. Уәл хакиму алейха, және әйелге үстемдік қылушы. Сондықтан ол егер ер адам нәпіл амалдарына тоқтау сала алады. Мысалы айтты, мен дүйсенбі, бейсенбі ораза ұстаймын десе, күйеу айтады, ұстамайсың дейді. Бұл шариғатта рұқсат етеді. Өйткені мен жұмыстан ауыр келем, маған дәмді тамақ дайын тұру керек, а сен ораза ұстап жүретін болсаң, қалай маған тағамға дайындайсың? Мүмкін тұзы ашты болып кетеді. Мүмкін басқа болып кетеді. Сондықтан әйел адам нәпіл амалды күйеуінің рұқсатын ұстай алмайды. Парыз басқа нәрсе, ол белгілі. Сондықтан ол мен бүгін ораза ұстасам, дүйсенбінің, бейсенбінің, мен жол жүрем. Сондықтан мен түскі асым дайын тұру керек. Бүгін рұқсат емес саған десе, ұстай алмайды. Бұл жерде негізі хикмет бар. Хикмет бар. Түсініздер ме? Яғни ер адамның рөлін көрсетіп жатыр бұл жерде. Әрине ол кеп мен бейсенбі ораза ұстаймын, мен түнде тұрып тақажет оқиын десе, айналайын оқи ғой дейсің ғой. Бірақ бұл жердегі мағына не? Қаншалықты деңгейде әйелдің ер адамға бағыну керектігін айтып жатыр. Енді бима фаддалаллаху баъдухум ала баъд, енді бұлардың арасына Алла Тағала кейбір нәрседе артықшылық қойды дейді. Сол нәрседе, ол басшылықта. Мысалы, хозяйка білет дейтін қазір кейбір жағдайлар бар. Кемпір шешет дейді біреулер айтады. Сол үйдегі мен ақылдасайын. Ол уже жаңағы торт беріп қою деген сөз да. Білесіздер ме, сіздер билік деген нәрсенің қандай адамға ол жеткеннен кейін одан адамның айырылғысы келмейтінін? Ол әйел үйде бірден билік құрып алды ма, оны тақтан түсіре алмайсың сен. Оппозиция жасасаң да. Бірақ жол бар. Ол талақ. Сондықтан шариғатта соны рұқсат еткен. Уже екі жақ болмайтын кезде уже атамандыққа таласасың ғой. Лианна ар-раджул афдалу минан ниса, негізінде дейді, ер адам әйелден артық болып келеді дейді. Яғни ол артық деген кезде біз адами тұрғыдан бәріміз Құдайдың алдында құлмыз. Бірақ жұмыс істеуде, тамақ жеуде ер адамның істеген істей алмайды. Ер адамның істеген ол істей алмайды.
Сондықтан ол жаңағы анау бұзылған жүйесіз, дінсіз қоғамның жаңағы ер мен әйел тең деп жаңағы кәсім сотқа отырғызып, жаңағы тракторға отырғызып, ол Алла оларды нәзік қылып жаратқан. Мысалы сен қыз балаңа айтпайсың ғой жаңағы, мен мына бір шөркенің мын жағын көтеріп жатырмын, қаны екінші жағын көтер деп. Не істейсің? Ұл балаңды шақырасың. Сен берге көтер ан жағын. Сен білесің, қыз бала ол үшін жаратылмаған. Ол дінсіз қоғам не істеді? Праваларың тің деді сен. Дұрыс, біз Құдайдың алдында инсан адами тұрғыдан правамыз тең айым. Сен әйел болған екенсің, так төмен түс деп айтпайды Құдай. Ол да адамның баласы. Ал бірақ жаңағы үйді басқаруда, шешімге келген кезде өткір тұжырымды шешімді шешеді. Не ойың бар? Не ақыл қосасың? Бірақ жауап мынау. Болды, солай болу керек. Қазір не дейді? Қонаққа шақырсақ қалай болады емекеңді? Солай болып қалдық қой. Соның қас-қабағына қарап отырсың, көңілді бір момент тауып қалған кезде ұсынысыңды айтып қаласың. Осы ана біреу досым бар еді, сол кеп қалған екен, шақырып жүрсек бүгін ет асып деп өзің сасып айтасың да ананы. Мен кісілер келіп табай, дайындат, ас дайын тұрсын. Біз күлеміз, бірақ өкінішті жағдай бұл. Ар-ражулу хайрун минал маррати. Негізінде ер адам артық болып келеді әйелден. Қай жағынан? Мынау байсалтылық жағынан. Негізі ер адам кең ойлайды. Ер адам кең ойлайды. Мысалы, біреуді шақырам деші, үйде отырып айтшы. Сразу бірден айтады. Жарайды, дұрыс нәрсе екенде ешқашан айтпайды ғой ол. Мынау ер адамның бойы кең болады. Қашан көрсең, жаңағы мысалы бір үйдің ер адам айтады ғой, жаңағы қонақ шақыра бергісі келеді да ол. Ер адам сондай. Басталады ан жерде. Өткенде шақырдың ғой. Өткенде кеп кетпеп Бағдәулет. Тағы келе ме? Бастады. Ол тар ойлайды ол. Сондықтан исламда билік әйелге берілмеген, шешім шығарамайды. Былай айтқан кезде шариғатта сот бола алмайды әйел адам. Өйткені ол анау машина жүргізген кезде де тормоз баспайды дейді ғой жаңа. Вай деп айғайлап рөл жібере салады дейді. Көрдің бе, оның анау тез ойлау қабілеті төмен, Алла солай жаратқан оларды. Ал бірақ бала тәрбиесіне келгенде, оның сабырлыққа келген кезде біз оларға тең келмейміз. Баланы 5 минут уатасың ба, жаңа алшы мынаны дейсің ғой. Ол жаңа тамағын істеп жатады жаңа. Ал енді жаңағы нәрседе әйел адам ол артық. Сол себептен дейді пайғамбар тек ер адамдардан ғана шыққан. Әйел пайғамбар жоқ. Міне осы нәрсенің өзі дейді, ер адамның әйелден кейбір істерде бір саты жоғары тұратындығын көрсетеді дейді. Сол сияқты мысалы тарих адам ғалейхиссаламнан бастап бүгінгі тарихқа көз жүгіртетін болсаң дейді, 99% басшы болған адамдар ол ер адамдар болған. Не бір әскер басы, не бір ел басы ол ер адамдардан шыққан. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам мынадай бір хадис еді. Лиқаулихи саллаллаху алейхи салам лән юфлиха қаумын уаллау амрахум имра. Қараңыздар. Ісін әйел бастаған қауым ешқашан жеңіске жетпеген дейді. Қазақ айтады оны. Қатын тілін алған қараң қалады деген. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не деп жатыр? Істерін әйел басқарған қауым дейді, ешқашан жеңіске жетпеген дейді. Енді уабима анфақу мин амуалихим деп жатқаны Алла тағаланың өз малдарынан оларға кейбір нафақа берулері дейді ер адамдардың. Әй әл мухур уан нафақат уал кулаф аллати аужабахуллаху алейхим лахунна. Енді бұл арада ер адамдар әйел адамдарға махр беруге неке қиған кезде, кейін оларға нафақа тауып беруді. Ер адамның мойнында 3 нәрсе бар, жақсылап біліп алыңыздар. Бірінші,
ішіп жемі, киім кешегі, баспанасы. Осы үш нәрсе Алла тағала кітабында, пайғамбар сүннетінде бұйырған нәрсе осы. Осы үш нәрсе. Баспана, киім кешек, оның күнделікті ішіп жеу асы. Бұл адамның мойнында. Ал енді ол жерде жаңағы сенің жаңағы мені баспана беруің маған, тауып беруің, киім кешек тауып беруің, одан кейін жаңағы маған ішіп жемді тауып беруің, сенің міндетің. Так что мен күнде қазы қарта, күнде жаңағы брендовый киім көйлектер киіп тұруым керек, виллада тұруым керек деп шарт қоя алмайды. Бұл жерде ғалымдарымыз айтады, шарт болып жатқан міндет қай уақытта? Зәру жағдайды жауып тұру. Жоқ дегенде жаңағы бір комнаталы пәтер, бір бөлмелі пәтер тауып беруің. Тіпті бір временка салып беруіңнің өзі, сен ол жаңа баспанамен қамтамасыз ету мойныңнан түседі. Ал енді киімге келген кезде не істейді? Оның әураты жабық болатындай деңгейде сен оған шүберек тауып берсең, сенің мойныңнан жауапкершілік түседі. Ал енді тамағына келетін болсақ, оның күнделікті ашығып қалмайтындай, әлсіреп ғибадатқа, басқа іске жарап қалмайтындай деңгейде тамағын тауып беруің ол сенің міндетің. Ал енді сен күнде маған қазы қарта, болмаса қызыл икра тауып бер, ол сенің міндетің деп айта алмайды. Түсіңіздер ғой? Сондықтан шариғат талап еткен нәрсе, ал енді одан да көңілінен шығамын, оған жақсы бір ұнағым келеді деп өзіңіз қалап бір нәрсе істеп атсаңыз, ол шариғатта не? Ол рұқсат етілген нәрсе. Енді мынау бір жерде жаңағы хадис келеді. وقال الحسن البصري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستغديه على زوجها أنه لطمها. Өзінің жаңағы күйеуінің үстіне шағым айтып келеді. Ол мені ұрып жіберді деп дейді. Бір адам, әйел адам пайғамбарға келеді. О Алланың елшісі, мені күйеуім ұрып жіберді дейді. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи салам әл-қисас. Яғни онан қасас алу керек деді. Фаанзалаллаху тағала ар-риджалу қауамуна ала нис. Сол кезде дейді Алла тағала осы аятты түсірді дейді. Қараңыздар. Өзінің күйеуі ұрғандығы жайлы әңгімені пайғамбарымызға шакуа жасап келеді. Сол кезде пайғамбар айтады, ол еркектен қасас алу керек дейді. Сол кезде Алла тағала осы аятты түсірді дейді. Ер адамдар әйел адамға үстемдік қылушы. Егер қол жұмсақ болған болса, қақысы бар деген мағына. Яғни шариғат шеңберінен шыққан жоқ. Сол кезде пайғамбарымыз дейді, жоқ, оған олай қасас берілмейді екен деп ойын айтты дейді, тұжырымдап дейді. Енді жаңағы аятта келеді, фас-салихату, яғни әйелдердің салих әйелдер бар. Одан кейін қанитат, қала Ибн Аббас ва ғайру уақид, яғни Ибн Аббастан басқа айтты, яғни мутиатин ли азваджихинна, қанитатун, салихатун, қанитатун деген, яғни ол өзінің еріне бой ұсынатын әйелдер деді. Алетті хафизату ли ғайби ва қала судди ва ғайри әннәу тухфазу заужаха фи ғайбати. Яғни енді өзінің арын сақтайды деп жатқаны дейді, күйеуі жоқ кезде өзін сақтайтын әйелдер. Міне бұлар жайында Алла тағала Құранда жақсы хабар беріп жатыр. Фи нафсиха ва мали, өзін сақтайды абыройын төгуден, және ерінің мал тапқан таянғанын сақтайтын әйелдерді айтып жатыр. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам мынадай бір хадис келеді. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху қала Расулуллахи саллаллаху алейхи салам хайру ниса имраатун иза назарта илайха сарратка. Егер дейді, ең жақсы әйелдер дейді, мынадай әйел дейді, оларға қарасаң дейді, ол сені қуантады дейді. Сіз мысалы өзіңіздің Құдай қосқан жарыңызға қараған кезде сіз қуанатындай болу керек. Міне жақсы әйел деп соны айтады. Сондықтан шариғатта әйел адам
бар мүмкіндігін салып, ерінің алдында сәнденуге болады. Бізде наоборот болып кеткен бәрі, Құдай сақтасын. Жаңағы тойға бір қонаққа барады десе, әйелін танымай қалады өзі. Рас мынау менің қатыным ба деп қалады да. Мүмкін түрін көрмесе сыртынан ғашық болып тұруы мүмкін, ал кім екен деп. Наоборот болу керек. Көрдің бе, қоғам қалай өзгеріп кеткен. Ол барын салып, күйеуінің алдында сәнденіп бояну керек. Ал сыртқа шыққанша керісінше жұпаны киіну керек. Яғни басқа біреудің көзі түспеу үшін. Қазір наоборот болып кеткен. Үйге келді ме, алқам-салқам жаңа. Қарағың да келмейді оған. Наоборот болу керек. Сондықтан пайғамбарымыз деп жатыр, ең жақсы әйел дейді, күйеуі қараған кезде қуанатын әйелдер дейді. Уайда амартаха атаатка, егер бұйырсаң дейді, бір істі дейді, ол саған бойұсынған болады дейді. Қараған кезде қуантатын, бұйырған кезде бұйрығыңды орындайтын әйел дейді, ең жақсы әйел дейді. Уайда ғибта анха хафизатка фи нафсиха уа малик. Ал енді сен қашан үйден түзге кетесің дейді, сол кезде өзінің абыройын дейді, және сенің мал мүлкіңді сақтаған әйел дейді. Міне сол адам ең жақсы әйел деген. Қараған кезде сені қуантатын, бұйырған кезде бұйрығыңды орындайтын, өзің жоқ кезде сенің ар намысыңды сақтайтын әйел ең жақсы әйел болып табылады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы аятты оқыды дейді жаңа. Ер адамдардың әйелдерге үстемдік қылу керек екендігін. Енді пайғамбарымыз мынадай бір хадис айтады: "Иза саллатил мар'ату хамсаха ва самат шахраха ва хафизат фарджаха ва атагат заужаха қила лаха удхилил джанната мин айи абуабил джаннати ши'ти." Енді дейді Ахмад ибн Хамбалдан келген хадис, Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху риуаят етеді, пайғамбар: егер әйел адам дейді 5 уақыт намазын оқыса, оразасын ұстаса, Рамазан оразасын, өзінің абыройын сақтаса, яғни ерінің көзіне шөп салмаса, күйеуіне бойұсынатын болса, ол әйелге былай деп айтылады дейді: сен жәннаттың қалаған есігінен кір деп. Қараңыздар, намаз, ораза, соның қатарына күйеуіне бойұсынуды қойып қойған. Өйткені қашан әйел күйеуіне бойұсынған кезде қоғамда көп нәрсе өзгереді. Отбасында көп нәрсе түзеледі. Қазір ер адамдар қатындардың айтқанынан аса алмай қалған. Құдай сақтасын, бір әйел айтады дейді, бір ағамыздың аузынан естідім. Отырмыз дейді. Сонда жаңағы әйелің айтқан дейді: сен жаңағы проституткаға барсаң бар, лежбі тоқаламасаң болды деп айтады дейді. Бұл арсыздық. Ол әйел ойлап тұрған шығар, мен данамын, керемет нәрсе тауып айтып тұрмын деп. Қараңыздар. Сол еркектер проституткаға баратын жезөкшелерге. Сол ананы заңдастыруға қорқады ана қатынына. Құдайдан қорқпайды зина жасаған кезде. Бірақ соны заңдастырып, заңды неке қылу үшін қатынынан қорқады. Міне Құдайды танымау деген осы. Қатыннан қорқуды Құдайдан қорқудан жоғары қойып, астағфираллахул азим. Зина жасағанда қорқпайды Құдайдан. Бірақ соны енді мен екінші әйел қылып алайын мынаны, бұл да біреудің қызы ғой, бұны да асырайын десе, оны айтуға қорқады қатынына. Ал егер солар қатындарынан қорықпағанда заңдастырып алатын еді. Ол не? Біз
Қатым дейміз, қазақ айтады, қатынды бастан дейді. Ол бірінші күннен бастан саба деген сөз емес. Ең мықты еркек дейді. Ол ұрмай сыйлата білген еркек дейді. Өзін сыйлата білген еркек, сол еркек. Ол қол жұмсамайды, аузын ашпайды, қабағымен түгел басқарып отырады, бітті. Бірде бір үйге келін түскен ғой. Сөйтсе, келіні қарайды дейді, енесі атасының алдына безек-безек қалады, қас-қабағын қарап отырады дейді, асты үстіне түседі дейді. Сосын бір күні ет үйренгеннен сұрап, ана депті, мен сізді көремін, осы атамның қас-қабағынан шықпайсыз. Осының асты үстіне түсіп жатасың. Сыры не де осының деп айтады дейді. Сонда жаңағы енесі айтады дейді, келін қарағым деп айтады дейді. Бұл атаң мені ат көңгеріп алып қашқан еді деп айтты. Сөйтіп ауылға қарай келе жатқан кезде, ат сүрініп кеткен кезде бір рет айғайлады дейді. Мен түсінбедім деп. Тағы ауыл көрініп жақындап қалдық ауылға. Ат екі сүрінді. Екі деп айғайладым дейді. Сөйтіп ауылға жеткен кезде, кіре бергенде, ат үшінші сүрінген кезде аттан секіріп түсіп, атты бауыздап жіберді деп айтты. Ой, мынау не болды енді деп мен сөйлеген кезде қатым бір деп айтты дейді. Содан бері екі еткізбеймін деп айтты. Көрдіңіз, бірінші күннен орнына қойып қойған. Біз бірінші күннен оған беріп қоямыз, гүл ұстап барып тұрасың ана подъездің алдына. Жаным, күнім, қазақ ешқашан қатынды жаным демеген. Қашан біз оларға берілдік, оларды жаным деген күннен бастап біз берілдік. Қазақ ешқашан қатынды жаным демен, қазақ баласын жаным деген. Түсінді, мәміле қайдан басталып жатыр? Мен оны сүйем. Сүйсен қайтейін. Сондай бірінші күннен аталарымыз орнына қойды, солар сыйлай білді соларды. Ал сол қазір Құдай сақтасын, сүйем, күйем, жаным деп жүргендердің көздеріне шөп сап жүргендер бар, Құдай сақтасын. Қайда қалды сенің жаным деген? Мәселе сенің қас-қабағыңда болу керек. Қас-қабақта болу керек. Бірінші күннен. Дұрыс. Ол қазір айтады, біз келеміз, пайғамбарымыз, ол біреудің қызы аманат. Сен ол аманатқа қиянат жасамауың керексің. Құдайдың алдында алдың сен оны, алып некеңді қиып. Енді Құдайдың алдына сен алып барасың, оны жауап бересің ақыретте. Денсаулығына, оның бүкіл өміріне. Бірақ сол екі ортада саған бағынбайым десе қиқаңдап, қылтың-сылтың детіп жатыр ма? Босаған жерлерін қатайтып қою керек. Түсіндіңіздер ме? Біз берілмеу керек оларға. Қазақ сондықтан не істеді? Қатын тілін алған қаран қалады деген. Қазір солар кредит алдыртады, итермелейді, ақша тап, содан әртүрлі іске барып жатқан себебі. Асалмайды өйткені. Сондықтан бұл жерде бір еркекті, ер адамды әйелге айдап салу емес. Ер адам өзінің қадір қасиетін білу керек. Және әйел соны түсіну керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты екінші бір хадисте, кім намазын оқыса 5 уақыт деп атқан фарыз. Фарыз оразасын ұстаса Рамазандағы. Абыройын сақтаса, күйеуіне бойын ұсынса деді, оның жәннатқа кіруіне мен кепілдік беремін деді. Ондай әйелдің жәннатқа кіруіне мен кепіл боламын деді. Бірақ не деді? Қалилу минхунна, өкінішке орай деді, бұны олардың азы ғана істейді деді. Алла тағала оларға сондай мүмкіндік берді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мына бір хадисінде айтады, «Лау кунту амиран ахадан ан ясджуда ли ахадин, ла амартул мар'ата ан тасджуда ли заужиха».
егер мені Алладан басқаға сәжде қылу керек деп бұйырылғанда деді, айт деп бұйырылғанда дейді, мен әйелдің өзінің күйеуіне сәжде қылуын бұйырған болар едім деді. Әлбетте Алладан басқаға сәжде қылмайды. Бірақ Алладан басқа сәжде қылу керек болғанда қайсы болар еді дегенде, мен айтар едім әйелдің еріне өзінің күйеуіне бойсынуын деген. Өйткені қашан әйел ерге бойсынады, ол жерде береке болады. Ол жерде береке болады. Мына қазір қоғамдағы жағдай, қаншама жетімдер бар. Жетімдер бар. Қанша жесірлер бар. Алғысы келеді, ала алмайды. Көмектескісі келеді, көмектесе алмайды. Неге? Қатыннан қорқады. Қатыннан қорқады. Сондықтан біз ер адамдар оларға қамқор болмасақ, балаларына әке болмасақ, кім оларға күйеу болады ерте? Кім күйеу болады оларға? Кім әке болады олардың балаларына? Талай қаракөз балаларымыз біздің шетелге сатылды, білесіздер ме? Қыздарымыз, ұлдарымыз, не соны бір-бірден сатып алсақ, бір-бірден асырап алсақ, жетім болар ма еді Қазақстанда? Егер Қазақстанда әрбір мұсылман бір-бір баладан асырап алатын болса бар ғой, жетімхана болмайды екен бізде. Сондай қатыгез болғанбыз біз. А сол әйелден аса алмағандықтан небір жесірлер жаман жолға түсіп жатыр. Алғымыз келеді. Жәрдемдескіміз келеді. Бірақ дейміз. Бірақ деген сөз бар. Бірақ не? Біріншіне дейді екен. Дұрыс, тәуекеліміз жақсы. Құдай жеткізеді дейміз, алғымыз-ақ келеді. Бірақ неге ала алмаймыз? Қорқамыз. Негізгі шешетін ер адам ғой. Қазақ бұрын қызын ұзатқан кезде қыз жат жұрттық артыңа қарама деп, яғни ол сен қайтып келме деген сөз. Осы беті кет деген сөз. А қазір не? Ой, ішіме сыйғасын, сыртыма да сыйғасын, қайтып кел. Сондықтан ол қоғамды түзейтін мына біздер, әйелдер емес. Біз мықты болса, қоғамда орнымызды білсек, кім екенімізді танысақ, шешіледі. Шешілмейтін түйін жоқ. Бірақ жауапкершілік біздің мойнымызға түсіп жатыр. Қияметте әрқайсымыз сол жетімдер үшін, жесірлер үшін жауап береміз. Жағдайымыз бола тұрды. Денсаулығымыз бар. Ала алмайды екенбіз. Сондықтан құрметті ағайын, ойлану керек. Бұл мәселе, ол үйде батыр болу қажет жоқ, ол екінші әйел алу үшін, үшінші әйел алу үшін. Ақайсы сол үшін батырлық керек екен деп ойланбай-ақ қойыңыз. Ол жерде ағайынмен ара қатынас, дос жаранмен аралас, бәрінде ер адамның рөлі басым тұрады. Ағайын туғаның жолай алмай жүреді үйіңе. Өйткені ана сенің үйіңдегі анау қатынның қас-қабағының бір көреді, бітті, қайтып үйіңе келмейді бауырларың. Келмейсің ба деп қоясың, я барам ғой аға деп қояды саған. Өйткені үйге кірген кезде ананың қас-қабағы бітті, түгел шешіп тастайды мәселе. Сені сыйлайды, барғысы келеді, бірақ барамайды. Сондықтан біз қолдан жіберіп алдық көп нәрсені. Көп нәрсені қолдан жіберіп алдық.
Қайтару керек, билікті қайтару керек. Бірақ қазір құптаннан кейін барып концерт қойып жүрмеңіздер. Оказывается, үйде бастық мен екенмін. Он хикмет керек оған. Хикмет керек, даналық керек, ілім керек. Умму Хабиба пайғамбар анамыз, пайғамбардың жары. Үлкен жастағы болған. Бірақ өзінің күнін Айша анамызға беріп қойған. Яғни маған келмей қойыңыз деді. Мен жасым үлкен. Менің осы күнім Айшаға беремін деді. Пайғамбарымыздың жас аналарымыздың бірі болған. Міне дана салиха әйел осындай нәрсе істейді. Сондықтан біз тәрбиелеуіміз керек балаларымызды, қыздарымызды. Мынау ғалымдар мынадай мысал келтіреді. Мынау әкесі билеген үйдің қызын алсаң дейді, ол қыз ер адамның отбасында хозяин екендігін түсініп тұрады дейді. Ал енді үйін қатын билеген, әйелі билеген үйдің қызын алсаң дейді, ол саған үстемдік жүргізгісі келіп тұрады дейді. Сондай тәрбие ол. Сондықтан ер адамға бізге, бауырлар, көп нәрсе байланысты. Көп нәрсе бай. Не үшін Алла тағала айтады, еркектер, сендер әйелдерге үстемдік қылушысыңдар. Құранның аяты. Құдай бізге возможность беріп тұрған мүмкіндік. Енді келесі аяттың жалғасы былай: «Уаллати тахафуна нушузахунна». Енді жаңағы белгі беретін әйелдер бар дейді. Шектен шығады. Айт, қонақ шақырайды, шақырмаймын. Тамақ істе, досым келе жатыр, істемеймін. Сигнал беріп жатыр уже. Үй неге жинамайын, жинамайын. Тамақ неге дайындамайын, белгілер уже білінді. Бұны бірден бас салмайсыздар. Бұны түсінмаңыздар. Ер адам саясаткер болу керек. Ер адам саясаткер болу керек. Сондықтан оқуымыз керек мына Құранның нәрсесін, тәпсірлерді. Қалай мәміле жасау керек? Алла Тағала «Уаллати тахафуна нушузахунна». Енді шектен шыққандарға не істейміз? Енді анау жаңағы шаншарда айтқандай, оны ұрмай жындысың ба дейді, ұр деп тұрған адам. Бірақ ол жерде бірден ұрмайсың. Яғни ол жерде айтады: «Фағизухунна». Әй, насихат қылыңдар дейді. Әй, қой, жаман болады, түбі жақсы болмайды. Мені білесің ғой. Егер бірінші күннен бастап сен оған түсіндіре, сіңгіре білсең өзіңнің ер екеніңді, ол бір қиқан етегіңді, әй дейсің, болды. Түсінет ол үшін. А сен жаңағы оны еркелетіп, жаным, күнім, жаңағы жалғызым, мәттен аяттен жүрегім жалғыз, айтпесе бөліп берер едім деп жаңағы. Ер адамның жүрегі төртеуге арналған. Әйелдің жүрегі біреуге ғана арналған. Ал ер адамның жүрегі төртеуге арналған. Төрт адам сият. А біз бір жүрек бүтіндей біреуге бере саламыз да? Біреуге бере саламыз. Оны бөлу керек. Құдай айтып тұр ғой: «Фанкиху ма таба лакум масна ва суласа ва руба». 1, 2, 3, 4-ге дейін алыңдар. Ал енді бұл аяттан шииттар 10-ға дейін рұқсат етеді. Масна деген 2 алыңдар дейді, сула 3 алыңдар дейді. 3-ге 2-ні қосқан неше болды? 5 дейді. Ва рубақ 4, 9 әйел алуға болады дейді олардың шариғатында. Фағидухунна, бірінші насихат айтасыздар. Түсінді ме? Қой, әйел ерді тыңдау керек. Ескертесің. Сондықтан пайғамбарымыз айтады бір хадисінде: «Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам», Бұхарида келген хадис, Абу Хурайрадан жеткен: «Иза дага ражулу имраатаху иля фирашихи фаабат алейхи лаганатхал малаикату хатта
тусбих. Енді дейді, егер ер адам, қараңыздар, оның бұйрығын істе деген талабын істеу былай тұрсын, енді қараңыздар, тіпті төсекте жатып, төсекке шақырса, тұра тұрш деп ол бас тартса дейді. Кеше ғана болды ғой, не болды соншама? Өлдің ба? Десе мысалы, болады ғой. Сол кезде дейді, таң атқанша ана қатынға дейді, періштелер лағнет айтады дейді. Ол жаңағы ер адам шахуатын басу үшін ғана шақырған кезде бас тартса. Ал енді тамақ істе, үйді жина, ағайынды шақыр, анамен мәмілені түзес деген бұйрықтарды орындамағанда сен ойлап көр оның жазасын. Тіпті ол жаңағы ана жерде польза ер адамға ғана қалады, кеш деді, қош деді, анау айтты. Не болды соншам, өлдің ба? Бітті. Таң атқанша сөйтіп бармай қойған болса, періште лағнет айтады оған. Ал енді оның басқа уақыттағы бұйрықтарын орындамай қою деген сөз, оның ауыр күнәсі. Ал бірақ ер адамды, пайғамбарымыз не дейді? Сен атта тұрып, ол сені шақырса, түсуің керексің. Бірге бір жерде. Машинаны забайт етіп атын шықты да айтты, отағасы үйге кіріп кетсең. Қойшы бар. Жоқ, барасың. Забайт етіп қойсаң да машинаны. Сондықтан не деді? Атқа мініп тұрсаң да дейді, егер ол сені төсекке шақырған болса, түсіп барасың. Оларға да наоборот. Сөйтіп ол жерде не деді пайғамбарымыз? Біз жерде әйел адамның міндетті түрде ер адамды тыңдау. Екінші, уахджурухунна фил мадажи. Енді екіншісі жаңағы уағыз айттың, хадис айттың, насихат айттың, мынаны тыңдаш дедің, тыңдамады. Шайтан азғырады ғой. Ана өзі бар ғой, кейде әйелді желкең өсіп қапты ғой деп желкесін кішкене қысып нұқып қойсаң, сразу түсінеді. Өйткені ол ер адам бәрібір. Мысалы, сенен өзіңнен бір мықтылау біреу келіп, бауырым, что-то сен қалай өзі десе, сразу сабаңа түсесің ғой. Ағатай, кешіріңіз, байқамай қаппыз дейсің ғой. Ер адам солай болу керек. Қатын, что-то қалай мына желк өскен ба десе, ол уже сразу түсіну керек. Мысалы, сен өзіңнен үстемдік қылатын, мысалы, мектепте бірінші атамандар болады ғой. Қорқасың ғой бірінші атаманнан, дұрыс па? Сол сияқты нәрсе. Үйде бірінші атаман болуымыз керек. Қазір үшінші атаман болып қалғанбыз ғой біз. Өйткені қияметтің белгісі пайғамбарымыздан Жәбірейіл алейхиссалам сұрайды ғой, қияметті айтшы деп. Пайғамбар айтады, сұраушыдан жақсы білмейді дейді. Онда сен оның қияметтің белгілерін айтшы дейді. Ән тәлидәл әмәту раббаһа дейді. Күн өзінің қожайын туады деген. Яғни қожайын өзінің қоластындағы күнге қосылады, одан туған бала қожайынның баласы, получается, ана бала өзінің анасының қожайыны болып шыға келеді. Бұл бір мағынасы хадистің. Екінші мағынасы бар, не деген? Ғалымдар айтқан, аналар деген өзіне билік қылып, үстемдік қылатын қыздарды туады деген. Қазір көп аналар солай. Ана қонаққа, тойға баратын болса, қыздары киіндіреді. Киме анан дейді, кемпір құсамай. Ұят емес пе, молттан қаған о дейді. Сөйтіп ана бичара апаларымыз бір ашық-шашық киініп барадан жылтырақтарды. Өйткені анадан асамай қаған. Қатын бар, қыз бар, ұл бар, төртінші атамамыз. Үйде қазір төртінші атаман болып қалғанбыз ғой. Былай шыққан кезде, уағыз айтқан кезде енді қатты айтамыз, шыны керек. Үйге барғанда бұл уағызды айтпаймын мен. Сіздерге ғой батыр болып отырғанымыз. Сондықтан бұған хикмет керек. Бірінші күннен мына үйленбеген жігіттер, бауырларым, қазір ол сынып қалмаңдар. Ой, жаным, сүйем, күйем, керек жоқ оның бәрі. Ол сені сыйлай білсе, өзін сыйлата білсе, мені сол жақсы көру деген сөз. Сол күйем, сүйем дегенден қосылып атыр, бір жылға жетпей айырылысып атыр. Қайда махаббат? Сен күйетің қайда қалды? Ана жүрегіңді арнағаның қайда қалды сенің?
Сондықтан ол нәрсенің бәрін қою керек. Бұрын істеген мына бәленшенің қызын аласың бітті. Алған, болды. Барасың, тастай батасың, судай сіңесін дейді, жіберет бітті. Одан кейін ан жақта ол не істеп жатсын? Сондықтан біз көгергенбіз, өскенбіз. Мына Евразия құрлығын билеген ата-бабамыз. Евразия бұлай тұрсын, біз үйдегі бір қатынды билей алмай отырмыз қазір. Сонымен қоймай, бабаларға біз әңгіме айтамыз. Ақидасы тура болмаған, Құдайды танымаған. Екінші нәрсе, уахжурухунна фил мадж, төсекте тастап қоясың. Қарамай қоясың, кішкене бұртиясың да, теріс қарап жатасың. Ол Алла Тағала Құранда не деді? Кайдахунна ғазим деді. Өзін ұлы деп сипаттаған Алла. Ұлы. Сосын Раббул аршил азим деген, аршыны ұлы үлкен деп сипаттаған. Содан кейінгі нәрсе не? Әйелдің айласы ұлы деген. Қазақ не деген сондықтан? Жалаңаш жау алмай қоймайды деген. Түсініп отырсың ғой мағынасын? Ашуланып бұртиып жатсаң, балдай қараш десе, сынқамай керексің да сен. Ер сондай біз кейде бір көңілшекпіз ғой. Сол қанша ашуланып тұрып жаңағы, болды енді бер қара десе, сол анау кішкене қарай саламыз да. Сондықтан бабаларымыз не деген? Жалаңаш жау алмай қоймайды. 3-4 күн шыда. Ол ауыр келді. Тіпті ғалымдар айтады, бұл жерде бір төсекте жат, теріс қарап жатсаң болады дейді. Немесе бөлмені ауыстырып жерсең болады дейді. Спальня залға барып жатып ал. 1 күн жат, 2 күн жат, 3 күн жат. Ол өзінің баласынан ұялады ертең. Сондықтан дереу шақырады. Енді кешірші дейді. Кішкене сразу кешірмеу керек. Ойланам. Деп қойым керексің. Енді бірден кешсен сразу үйреніп алады, бой үйреніп алады оны. Олардың айласы ұлы деген. Сондықтан қазақ не дейді? Бір қатынның айласы 40 есекке жүк болды дейді. Сондықтан олардың жаңағы айласына түспеу керек. Сондықтан ол қисық, өзі асыл қисық нәрсе. Түбі қисық нәрсе. Оны түзей алмайсыңдар деген пайғамбарымыз не деді? Ол қисық қабырғадан жаратылған, ол қабырғаны түзетем десең сындырасын десе. Сындыру деген ол талақ деген сөз. Сондықтан ол басында жіберіп алып, одан қайтадан орнына қоям деп, ол қиын болады. Сондықтан мынау әлі үйленбей тұрғандарға үлкен возможность бар. Ал енді біз сияқты үйленіп қойғандарға енді біреулерімізге 50-50, біреулерімізге шанс жоқ. Сондықтан құрметті еркектер, ер адамдар, елдің қорғаны, отбасының қазығы мына ер адамдар, қоғамның тыныш болуы, қоғамның жақсы болуы. Әркім өз отбасына ие болатын болса, ағайын туысына ие болатын болса, қоғам бұзылмайды. Қоғам бұзылмайды. Сондықтан ол отбасында адам батыл шешім қабылдау керек. Батыл. Пайғамбарымыз бір хадисте айтады: "Фаин хиф нушузахунна фахжурухунна фил мадж". Егер сендер олардың шектен шығуын тыңдамай бара жатқандығын сезсеңдер, содан қорқатын, сезіктенетін болсаңдар дейді, оларда төсектерінде бөлек тастап қойыңдар, жақындаспай қойыңдар, қыр көрсетіп. Ал енді жаңағы бұл жерде енді 3-ші жолы бар. Енді ол крайний, ең соңғы. Вадрибухунна, ұрыңдар деді. Ұрыңдар дейді. Енді бұл жердегі нәрсе, шариғатта рұқсат етілген нәрсе, жарақаттап, дене мүшесінің бір жерін сындырып алмайтын деңгейде. Ол біреулер айтады мынадай: "Бүйтіп, мисуақпен ұруың керексің" дейді. Ол сен тыңдайын деп жатыр. Имам Табаранида келген бір хадис бар пайғамбарымыздан. Пайғамбарымыз не істеген? Үйлеріңде ілулі қамшы болсын деген. Қамшы болсын деген. Ана қамшыны алып,
іліп қойған ата бабамыз. Ана қамшы тиюден ол уже сескеніп жүреді. Леби прави кетті ме, ана қамшының тиетінін біледі ол. Сен қазір маған десе 20 қамшы апарып біліп қойсаң да ол әсер етпейді ғой. Әсер етпейді. Мына немене біліп қойғасын деп сұрау мүмкін да. Сондықтан ол аталарымыз осып жіберетін болған. Денесін жарақаттамайды киім сыртынан. Мүшесін жаңағы дене қандай да бір мүшені сындырмайды. Жонынан таспа тілем деген содан шыққан ғой. Бірді салып келіп жіберген бұл. Ана қамшының ұшы тиіп көрді ма? Қайыстың ұшы. Жорғалап кетесің сен. Жорғалап жүресің. Бірле тұрсыншы. Екіншісінде жорғалап жүрсің сен. Ана қамшыны ұмытпайсың. Сондықтан ілулі қамшы болсын деген. Оны қазір апарып біліп қойсаңыздар, ол әсер етпейді. Ол кезде басында солай болған ғой. Мынаны білесің ба деген. Бұл не деген? Бұл сен былай он сол кішкене шектен шыққан кезде сені жөнге салатын нәрсе деп іліп қояды, бітті. Тұрады, үйінде тұрады. Оны кейін адамдар арымдап алған өздерінше жаңа. Бір жаңа Құдай сақтасын, бірдеңе кірмейді, түген кірмейді, жын кірмейді, анау кірмейді деп. Оның негізгі мақсаты анау үшін болған. Хадис бар пайғамбарымызда. Не істейді? Уадрибухуна. Егер қашан дейді уағызға насихат алмаса, насихатын тыңдамады. Бір күн насихаттадың, 2 күн насихаттадың, 3 күн насихаттадың, тіпті мешітке алып келдің, уағыз тыңдашы енді деп. Қайтпады. Одан кейін жаңа төсекке тастап қоясың. Енді оған көнбеді ме, сол кезде барып не істейсің? Соғасың. Енді пайғамбарымыз айтады: "Фалакум ан тадрибухунна дарбан айра мубаррихин." Бір сендерге рұқсат ету, ұру рұқсат етіледі, жарақат салмайтын деңгейде. Жарақат салмайтын деңгейде. Беттен ұру болмайды шариғатта, білесіздер. Бірақ жаңа желкесін жақсылап қысып қойсаң болады. Бар ғой, Құдайға шүкір, қолда қару бар ғой. Әлде одан да айырып қалдық па? Дейсің бейді. Сосын өзі түседі кішкене. Қайт дейсің ғой. Ан Жабир анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям фи хаджатил вада. Пайғамбарымыз өзінің хаджатыл қоштасу құтпасында былай деп айтады: "Ваттақуллаха фин ниса." Әйел мәселесінде дейді, Құдайдан қорқыңдар деп біздерге ескертіп жатыр, еркектерге. Не дейді? Фа иннахунна индахум аванун. Яғни сендердің қарамағындағы жауапты нәрселер, жауаптысыңдар деген сен. Яғни аманат. Әйел мәселесінде Құдайдан қорқыңдар деген. Бостық қылып, шектен шығарып алсақ, Құдайдың алдында жауап береміз. Қатыгездік, қаттылық танытып, онда да денесін жарақаттап, бір жерін сындыратын деңгейге жеткізіп алсақ, ол кезде де Құдайға жауап береміз. Ертең үйде жұмсақтық танытып, ынжықтық танытып, оларды басқа шығарып алып, ағайын туыспен, жолдас жоралармен араласпай жаңағыдай болып атса да, Құдайдың алдында жауап бересіңдер деп жатыр. Кейбіреу алғысы келмесе де күштеп кредит алғысы жүреді ғой үйде отырып. Оның бәрін ескертіп қой. Екі жағдайда да Құдайдан қорқыңдар деп жатыр. Жіберіп алып бастарыңа шығарып алудан, не қатыгездік қылам деп шектен шығып кетуден дейді. Уалакум алейхинна алла юти анна фурушакум ахадан. Әйелдер сендер үшін, әйел сендер үшін. Фәин фағална залика фадрибухунна дарбан айрым. Ал егер кім осы нәрсенің бірінде шектен шығатын болса, онда оларды ұрыңдар деген. Бірақ деді пайғамбар, алейкум ризқухуна ва кисуатухуна бил. Бірақ сонымен қатар олардың ырзық несібесін тауып бересіңдер, киім кешегін тауып бересіңдер дейді. Енді бұл жерде ғалымдар бір қатар мәселеде келтіреді. Ибн Аббас, Хасан аль-Басри айтады, бұл жерде пайғамбарымыз ғайры мубаррих дегені, яғни әсер қалдырмайтындай. Былайша айтқанда синап түсірмейтіндей ұру керек қой. Түсіндіңіздер ме? Сол деңгейде, бірақ бетінен емес. Ал енді уәл қала фуқаха, фақихтар не деді? Бұл хадистан уа алла юксира фиха ғудуан. Яғни бұл жерде мүшені сындырып қою емес деді.
саусағын, қолын, қабырғасын сындырып қойма, бірақ жаңағыдай қол жұмсауға болады. Жақсылап тұрып бар ғой. Тек ғалым фақихтар не деді? Сындырып қоймасаң болды дейді. Мен оның уағызын айттым, бөлек жаттың, басқа ештеңе қалған жоқ, үшінші жолдан басқа. Енді өзі үшінші жолғаса, оны барып бүйтіп, мисуакпен бүйтіп тұрмайсың ғой. Сондықтан бір қамшы алып қойыңыз да жақсылап тұрып, қайыс қамшыны, анау басымен болмаса да мұнаны жақсылап тұрып, жамбастан осып жіберсең, ол екінші күні қайтып оны қайталамайды. Қайталаса не болатынын біледі. Бірақ бұл әлсіздік. Бұны жақсы түсініңіздер. Мен сіздерді айыл затын ұруға шақырып отырған жоқпыз. Ол біреудің қыз баласы, біреудің әпкесі, біреудің қарындасы. Ең мықты ер дейді, ол ұрмай сыйлатқан ер. Өзін. Солай сыйлата білулеріңіз. Өзіңіздің орныңызды көрсете білуіңіз керек. Ешқашан басыңызды имеуіңіз керек. Ол басын иіп тұру керек. Қожайын, отағасы не істейін? Не істеуім керек? Шаршамадыңыз ба? Бүгін қандай тамақ ішесіз? Бүгін баратын жеріңіз жоқ па? Жуатын киіміңіз жоқ па? Сұрап тұру керек солай. Біз өзіміз жуып кетеміз ғой қазір. Жарайды, өзім сала салайыншы, машинка, анау кір машина ғой, автоматика, жеңіл ғой, онда тұрған не бар дейді. Бұл жаңа беріліп қойған. Енді фажа Умар иля Расулиллахи саллаллаху алейхи салам. Омар радиаллаху анху қандай батыр адам болған. Пайғамбарымыз мешітте отырғанда күн қыздар мешітте ойнайтын дауыстар шығатын болған, күлкілердің дауыстары шығатын болған. Омардың аяғы аттаған кезде тыныш болып қалатын болған. Тыныш болып қалатын. Ей, Омар, сен қаталсың деп айтатын пайғамбарымыз. Көрдіңіз, ондай керек. Сондықтан ол жаңағыдай қылтың-сылтың болмаған ғой, біздің бабаларымыз батыр болған. Барма бар, жоқ па жоқ. Свидания құрмаған ол. Гүл сыйламаған. Жаным демеген, күнім демеген олар. Бірақ бақытты болды. Не бір батырларды, не бір данышпан, не бір ғұламаларды сол кезде әкелді. Сол кезде деді, фажа Умарын иля Расулы фақалы. Омар радиаллаху анху пайғамбарымызға келді деп былай дейді. Заратин ниса аля азважихинна. Әйелдер еркектерді тыңдамай, күйеулерін шектен шығып бара жатыр деп айтты дейді. Фараххаса фи дарбихинна. Сол кезде пайғамбарымыз оларға ұрындар деп рұқсат берді дейді. Жөнге сап қою керек. Фаатафа би али Расулиллахи саллаллаху алейхи ва салlam нисаун кафирун яшкуна азважухунна. Сөйтіп Омар келді. Я Алланың елшісі, мынау әйелді қатын дегендер что-то басқа шығып барады, не істейміз деді. Онда ұруға рұқсат деді. Енді бағаға сындырған ғой бәрі. Сөйтіп аналардың бәрі пайғамбардың үйіне жиналып алған. Оппозиция. Енді сіз неге ұруға рұқсат еттіңіз деп айтқылары келіп жатыр ғой. Сол кезде фақала Расулуллах лақат атафа би али Мухаммадын нисаун кафин яскуна азважухунна лайса улаика би хиярукум. Ал енді мынау пайғамбардың отбасының үй ішін мынау әйелдердің көпшілігі айналып қоршап алды. Бұл сендердің жақсыларың ісі емес деді. Енді ана Омардан естігеннен кейін барып енді соқпай ма олар? Сөйтіп енді шакуа жасап пайғамбардың үйіне келген. Я Алланың елшісі, сіз рұқсат еттіңіз бе енді деп. Сонда пайғамбарымыз ұрмаңдар, ұруға болмайды деп айтқан жоқ. Не деді? Ей, сендердің жақсыларың ондайды істемейтіндерің деді. Ұрмай сыйлатқандарың деп жатыр. Ұрмаңдар деп айтқан жоқ, ұрыңдар деді. Ну, бірақ әйелдердің көбісі жиналып өз жаңағы арыздарын айтып келген кезде әйелдер сендердікі дұрыс деген жоқ. Не деді?
бұл істі, яғни ұруды сендердің жақсыларың орындамайды деді. Жақсы адам ол қол жұмсамайды. Ақылыңыз сыйлайды. Сол нәрсеге біз қалыптасуымыз керек. Сол нәрсені біз үйренуіміз керек. Бұл Құдайдың бізге берген нығметі, фадылы. Жаңағы еркек қып жаратқандығы. Бірақ ол бақыт емес. Ол артықшылық емес. Артықшылық ол тақуалық. Құдайдың алдында ең көрікті адам, ең мықты адам ол тақуа адам. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب الله تعالى бір өзіңе құлшылық етеміз يا رب الله تعالى бізге күш қуат бер يا رب الله تعالى әйелдерімізге ие болатын يا رب يا رب الله تعالى әйелдерімізге инсаф тауфиқ бер يا رب يا رب الله تعالى біздерге салихалы зүррият ұрпақ бер қыздар бер жарларын ерлерін сыйлайтын я раббым алла тағала ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب алла разы болсын сіздерге құрметті жамағат енді байқаңыздар енді көш жүріп кетті ғой қоғам бірақ қоғамдағы ащы да болса шындық бұл біздің әлсірегеніміз ақиқат يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد бізде қалыптасып қалған ғой ер адамның жағдайы жақсы болу керек үй болу басқа болу керек әлбетте сен өзің біреуді асырай алмай жүріп екіншісін қалай асырайсың жоқ мағынасы мысалға адамға табысың болатын болса екеуі жетіп тұрса деймін да ол кезде ол бұл мұбах рұқсат етілген нәрсе егер адам жағдайы бола тұрып үйленбесе ол күнәһар болмайды ал бірақ үйленіп жан ашып сауап жинайтын болса оның сауабы бар түсіндіңіздер ме сондықтан бұл екінші әйел алу ол нәпсі талап болмау керек бауырлар лезбі жаңағы шахуатымды бассам жоқ баласына қамқоршы болатын бала жетім өспесін деп сол мағынада алу керек түсіндіңіздер ме сол мағынада алу керек сондықтан ол жерде жаңағыдай ал нәпсіге салсаң ол 4 емес 20-сын алсаң да нәпсі тоймайды нәпсіде тежеу жоқ нәпсіге тежеу салатын біз сондықтан ол жерде жаңағы ертең алып ажырасып не бір жақты не мына жақты ие бола алмай жатсаң ол сауап емес ол күнә болады мысалы бір оқиғаны айтады бауырларымыз жігіттер жаңағы бір әйелді алады бәйбішесіне сездірмей көмектесе жағдайын жасайды арада уақыт өткесін жаңағы білінеді не істейді бала шағасы тағы бір бала қосып беріп оны тастайды ол әлсіздік сондықтан сен аласың ба бірінші сен сөзің өтетін болу керек бәйбішеңе ертең қылтың сылтың ет онда ет отыр дейсің болды түсіндіңіз ме ол жасырып жаңағы ол ер адамның ісі емес ойбай бәйбішем біліп қоймасын ана мынау алсаң реально ал ашық түрде пожалуйста тойын жаса бет ашарын жаса некеңді қый ағайын туысты шақыр міне мынау менің екінші келінім туды міне бала шағаларының асы қосып өсір бірақ шаңырақ бөлек болу керек мен мықтымын деп бір шаңыраққа тық қоймау керек зұлымдық болу енді ол жаңағы баланың одан емес күдіктену мәселесінде пайғамбарымыз айтады төсек иесісі кім бала соныкі бітті шариғатта
Ал енді қазақта бір жақсы сөз бар. Негізі біз аталарымыз, бабаларымыз дана болған ғой. Біз мынау сондай бір пәс болып кеткенбіз. Мысалы қазақ айтады, ерлі зайыптың арасына есі кеткен кіреді дейді. Екі жастың арасына араласуға ешкімнің қақысы жоқ. Ал мені күтпей жатыр, мені бақпай жатыр, мені асырамай жатыр деуге анасының қақы бар. Бірақ бұл айыл балама болмайды деуге қақысы жоқ. Ол уже ерлі зайыптылардың арасына түсу болып табылады. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан сондай біз аналарға тіл тигізуден аулақпыз, бірақ билік құрып бастық болып қалған адамдарда бар ол. Ана бәрін өз талабына сай істеткісі келеді. Сондықтан кейбір жігіттер бар, мысалы, аналарынан аса алмай қалған. Ол кейбір мәселе болады, ол жерде ер адамның өзі шешеді. Ана, бұл мені алып келген жарым. Үйде отырады, сізге қызмет етеді. Қашан қызмет етпейді, қолыңызға су құймайды, сіздің қолыңыз жылы суға самайды, маған айтыңыз. Ал бірақ бұл маған ұнамайды, маған жақпайды деуді, о нәрсені сіз айтпаңыз. Қолынан келгенше сізге жақсылық жасайын болды. Түсіндіңіздер ме? Сол нәрсені істеу керек. Оңыз айтты ғой, бірінші келіншегі атасына бабаға үшін талақ беріп жүрген. Солай оқиғалар болады кейде. Әке-шешесі балаға шарт қояды, бізді таңда, әйелімді таңда. Сол кезде оған талақ береді, ата-анасына ұнамаса. Талақ беру себебі бар, рұқсат. Бірақ бала қарау керек. Бұл жерде мен айтқан нәрсем, мысалы, кейбір ата-анаға еш нәрсе жақпайды. Мысалы, біреуін алып келдім, талақ дедім. Екіншісін алып келдім, талақ дедім. Үшін болмайды ғой. Бір күн тоқтау болу керек қой. Түсіндіңіздер ме? Ал енді жаңағыдай ол шайпау мінез болып, балам мынау келін жақсы болмады, кеш болмай тұрған кезде жіберіп мет десе, егер қалап тұрған болсаң, жібере аласың. Жоқ, мен жібермеймін десең, сенің ерік сенде. Ал енді ол жерде сен айтып бірсе теріс батамды берем, ондай нәрсе негізі айтып қинамау керек. Түсіндіңіздер ме? Сұрақ бар еді. Бірақ хадис бар дейді, енді өзім көрмедім, бауырлардан естідім. Төр нәрседе дұға қабыл болмайды. Соның біреуі де әйелі жаман болып тұрып, соған талақ бермесе дұғасы қабыл болмайды дейді. Осы хадис бар ма жоқ па? Оны естімедім. Енді ол ажырашуға шақыратын хадис қой мынау. Сондықтан қараңыздар, имам Малик радиаллаху анху, сізден қараңыздар. Енді бірінші кімнің пайғамбар? Нұх пайғамбардың әйелі де баласы да кәпір болған. Білесіздер ме? Бірақ талақ берген жоқ. Лот алейхиссаламның әйелі. Сондықтан ол енді ол кәпірден жаман әйел жоқ шығар. Бірақ пайғамбарлар омен тұрды. Түсіндіңіздер ме? Ол причина боламайды. Сондықтан Құдайдың жазғанын көреміз. Сондықтан пайғамбарымыз деді, әйел 4 нәрсесіне қарап үйленеді. Тункахул мар'ату алал арбаға дейді. Ала малиха, ала жамалиха, ала насабиха, ала ди. Бірінші сұлулығына қарайсың. Я, сұлу болу керек. Екіншісі қызығып, сұлуына қызығып үйленсең болады. Екінші, жаңағы байлығына жағдайы бар. Так ана қыздасам, мен бірдеңе қылып, үйімді, машинамды шешіп алам. Бірақ бұны ғалымдар қор болады деген. Ол қор болады деген. Одан үшінші насабына қарап, текті жер. Ол қазақта біздің өте қатты сақталған нәрсе. Оған біз мән беруіміз керек. Текті жер. Түсіндіңіздер ме? Одан кейін төртінші ала диниха фасфар бизати дин. Пайғамбарым деді, төртінші барып діндарын үйлену деді. Неге? Ғалымдар айтады. Негізі бірінші пайғамбарымыз діндарлығын айту керек еді. Бірінші діндарлығына, содан кейін әдемілігіне, содан кейін байлығына, содан кейін барып тегіне қара деп айту керек. Пайғамбар не бұрады? Бірінші әдемілігіне, мал, дүние байлығына, сосын барып тегіне, содан кейін барып. Өйткені не істеді? Адамның азы ғана бұны таңдайды деді. Адамның азы ғана бұны таңдайды. Бәрі қанша намаз оқыса да бір әдемілігін іздеп тұрасың ғой, дұрыс па? Әдем болса екен дейсің. Сондықтан ол, ал тақуа болса, ол ең, қазақ айтады, тән сұлу, жан сұлулығы болу керек. Тән сұлулығы емес, жан сұлулығы болу керек. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан ол
қанша жаңағы сұлу болып, ару болып, сенің жүрегіңе жылулық сыйлай алмаса, ол сұлулық емес. Ең сұлу әйел, ол сенің жүрегіңе жылулық берген әйел. Сондықтан қазақ не дейді? Сұлуынан жылуы деген. Бабаларымыз дана болған ғой біздің. А біздікі қазір жылуынан сұлуы деп аударып алғанбыз да. Солай. Сондықтан келінді енді кішкене тәрбиеле. Оны жібере береміз бен, субханалла. Арасы келіндерінде солар үйдегі хиджабына шешіп туысқандар солар не қылып жатыр? Ау. Енді оны өткенде Ерсін ұстаз айтты жақсылап, оны естідіңіздер. Сондықтан оны қайталап жатудың қажеті жоқ. Дінде бұйырылған нәрсеге рұқсат беруге ешкімнің қақысы жоқ. Ол 100.000 мәрте қойылатын сұрақ. Ата-анам орамалға қарсы не істеді? Енді айналайын мен шеше тұр деп айта алмаймын ғой мен. Неге ол сұрақты қоя береді? Біліп тұр ғой өзі Құранда орамал тақ деп тұрғандығын. Сондықтан ол жерде адамға хикмет керек. Қызмет қылсын ата-анасына, түсіндіріп бақсын. Бірақ Құдайдың әміріне пайғамбарымыз не деді? Адам баласына бүкіл жағдайда бойұсынылады, Аллаға күнәға келген кезде ғана. Намаз оқымайсың, так бүгіннен бастап темекі тартасың, арақ ішесің, ол кезде тыңдалмайды. Кім болсын? Ал оған дейін одан күнәға емес, басқа нәрсенің бәрінде бұйыра, болды тыңдайсың. Просто оны білемін да, анау бесті басын жатып, ар жақта отыр да. Жақсы. Осы қойып. Сондықтан Құдайдың әмірін былайша айтқанда Аллаға деген махаббатты бәрінен жоғары қою керек. Адамға емес. Адамдар көрмесе де Құдай көріп тұр. Адамдар менің істегенімді білмесе де Құдай біліп тұр. Мен дұға қылғанды адамдар естімесе де Құдай естіп тұр деп біз дұға етуіміз керек. Сондықтан ғалымдар айтады, егер дейді, біреу адамдар тұрғанда бір істі істемейміз да, тақуа болып көрінеміз. Адамдар кетіп қалса, істей береміз. Онда дейді, сен адамдардың бақылауынан дейді, көріп тұру, біліп тұр дегенен, Құдайдікін төмен сарап қойдың дейді. Как будто сен адамдар біліп қойса істемейсің да, адамдар кетіп қалса істейсің. Адамдардан да жақсы білетін бір зат көріп тұр ғой сені. Сондықтан бүкіл нәрседен Құдайды жоғары қою керек. Дұрыс, қазір сіздің ісіңізді ешкім көрген жоқ, бірақ біреу көрді ғой. Мүмкін анау бұрышта тұрған адам зрениесі нашар, менің мына жерде не істегенімді көрмей қалған шығар. Бірақ Құдай көріп тұрады. Түсіндіңіздер ме? Сол. Жақсы. Сондықтан былай кішкене намаз оқып, сабаға түсіп қалыңыздар, мына темппен кетіп қалмаңыздар үйге. Ертең звондап тұрып жүрмеңіздер. Келін кетіп қалып еді, не істеймін? Қалай қайтарып алу керек деп. Гүл алып барып қайтарып аласың. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Соңынан кешірім сұралатын істен сақтаныңдар деген. Бірден істеп алып, кешірім тілегеннен көрі, оны істемеуден. Түсіндіңіз, соған адам сақ болу керек. Оны қазір ренжітіп алып, ертең жалынып жалпайып қайтарам деген ой болатын болса, содан. Мысалы, бір бауырлар келіп, мен талақ беріп қойып едім. Не болыпты? Соны енді қалай қайтарсам болады? Мен айтамын, сен талақ деген сөзді айтып жатқанда не ойлады сонда деймін да? Көбісі өзінше қорқытам дейді да, қорықпайды ол. Құдайдан қорықпай тұрған адам сенің талағынан қорқа ма? Пайғамбардың хадисіне тоқтамай тұрған адам сенің талағынан қорқа ма? Бір ауыз сөзіңнен? Мен айтамын, сен айтпас бұрын ойлануың керексің ғой. Ал жоқ, шешім қабылдап, осылай мен шештім, бітті, сол кезде айтып пожалуйста. Керек не оны айтып алғаннан кейін соңынан келіп, әйтеу бір повод тауып берсе деп ойлайды да. Оны үкім беру қиын нәрсе, ауыр нәрсе, сондықтан адам ұқыпты болу керек. Бала асырап алу мәселесі жөнінде, мысалы бір кісі полицияға тастап беріп жатыр, мысалы ата-анасы оның ешқандай проблемалары болмайды. Мысалы өзінің асырап алу мәселесіне қалай болса. Махрам болғаннан кейін бала
өте ертең оның бала шағасы махаббат Енді ол жерде ол емізілсе ол мәселе түсінікті ғой енді ол. Ал енді жаңағы аты жөнін мәселесі келген кезде ешқашан асыранды балаға өз аты жөнін бермейді. Міне осыдан шығып тұр оның жаңағы махрам бола алмайтындығына. Түсіндіңіз ме? Сондықтан жаңағы қарау керек. Егер үйде ұл балалар болса, ұл бала қосып өсіріп жүру керек. Егер үйде қыз балалар көп болса, қыз бала алып өсіріп, қана қыздармен бірге өсіп нетіп жібересің. Сол. Бірақ енді жаңағы аты жөні жазылмаған болса, дәрігерде жазып береді ғой, сонымен жазылып кетсін енді. Енді ол жақсы нәрсе емес, көрдіңіздер ме? Қоғам сондай нәрсе. Сол балалардың әке-шешелерінің бәрі қоғамда жүр. Ана детдомда балалар жатыр ғой, мүмкін соның бір 5%-нікі ғана дүниеден өтіп кеткен шығар, тірі жоқ. Бірақ сол 99%-нікі жүр қоғамда. Көрінген жерге ағызып кеткен ана бала шағалар ана жақтан. Міне шариғаттан аттаған кезде адам осындай қасіретке душар болады. намаз оқымай жатса, оның оқытудың қандай жолы? Оның оқытудың жолы насихат классы болды. Мынаны түсініңіздер. Қидаятты беретін Құдай, сіздер ойлап қалмаңыздар мен кереметпін деп. Біздің мақсат ескерту, әй намаз оқы, ертең Құдайдың алдында жауап бересің. Ол Құдайдың фарзы болған, ескерту біздік. Ескертесің болды, пайғамбарлардың әйелдері ол иманға келмегендері болған. Сондықтан Алла тағала қидаят берсін, дұға қылу керек, дұға қылып сұрау керек Алладан. Иншалла сізді көрсе, іс-қимыл өзгергеніңізді байқаса келеді. Мына кісі намазға жығылғар өзгеріп жүр. Намазға жығылғалы осы кісінің бір жақсы жақтарын ғана көрем десе жаңағы. Енді бірақ енді ол уағыз айта алмайсың. Bir айтып қойын әйел адам. Ұрсып кетесің ғой. Ұрсып кетесің. Уалейкумассалам. Мұсылмандар 73-ге бөлінеді дейді, соның біреуі ғана жәннатқа кіреді деген хадиске бір ғалым кітапқа жазыпты да. Бұл хадис сәл әлсіздеу, өйткені біреуі ғана жәннатқа кіреді десе басқалары мұсылмандарға қарайды деп. Енді бұл хадистің әлсіз деп санаған ғалымдар болған бір. Екіншіден бұл хадистің сахих хадис деп есептегенде ғалымдар болған. Сондықтан хадис мамандарының бәрі бірдей бір ауыздан бұл хадистің әлсіздігіне келіспеген. Бір. Екіншіден бұл хадистің дәлелдігіне қазіргі күнде таңғалудың қажеті жоқ. 73 емес 700-ге бөлініп кетті десе болады. Түсінесіз бе? Сондықтан тіпті кейбір ғалымдарымыз айтқан ғой, бұл хадистің қаншалықты деңгей екендігіне дейді, осы уақытқа дейін пайда болған топтардың өзі жеткілікті деген. Сондықтан ал енді ол жерде жаңағы мысалы ақидасы тура, Құдайды шынайы таныған барлық адам жәннатқа кіреді. Пайғамбарымыз айтты: "Мән кана ахиру калами ла илаха иллаллах дахалал жанна" деді. Кімнің ең соңғысы Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі болса, ол жәннатқа кірді деді. Енді ғалымдар бұны екі мағынада түсіндірді. Біреулер айтты, егер өмірі оның ла илаха иллаллах болса, бала жасынан намаз оқып келген болса, сол адам деді. Екіншісі айтты, соңғы сөзі. Өлейін деп атты, кәлима айтты. Алланың қалауы, сен нағып айтты, мынау арақ ішіп жүреді деп сен айта алмайсың. Алланың нығметін қызғана алмайсың сен, Алланың рахметі кең. Ал енді бір топтар бар, мысалы фихта қателескенмен ақидасы тура. Мысалы мынау Ибн Хазим Захири, Абу Дауд Захири масхабы бар ғой жаңа. Олар жаңағы мынау фихта 4 масхабтан тыс көзқарастар ұстанғанмен, бірақ сенімде ол жаңа қатты ауытқушылық жоқ. Сондықтан ол сенімде біреу болғаннан кейін бір топ болып есептенеді. Бірақ фихта бөлінеді. Одан кейін мысалы ақидада бір болып фихта бөлек масхабтар. Мысалы ақидада бір фихта бар, көркем мінезде бөлек масхабтар бар мысалы. Соның бәрін талдап келген кезде жаңа. Жаңа айтып отыр, жаңа талақ беру туралы. Қазір қоғамда қойып кетті 2001 жылы. Ертең соңына қыз балалардың көз жастары соған мақсат. Қыз бала ұнамаған талақ берді де бала. Қыз кетті, бала өзінің бақытты болған адам тауып алды. Ол қыз баланың бары сол, қызға разы болмады бұл бала, талақ беріп жіберді. Қазір қоғамда сол мәселе көйіп кетті. Соның үкімі қыздың көз жасы ертең жауап берді қалай болады?
бойдақта кішкене үйлердің алдында соны естіп ойласа деген. Көз жас деген кезде ол бар ғой, ол біріншіден талақ, ғалымдарымыз айтты ғой, шариғатта рұқсат етілген нәрсе Алланың жек көрген нәрсесі деді. Себепсіз талақ қылуға болмайды. Себеп бар ма? Шариғатта рұқсат. Сондықтан исламның мынау басқа діннен айырмашылығы шариғатта талақ бар, басқаларында жоқ. Бізде ғана бар исламда. Екі адам уже жараспайды деген шешім қабылданған болса, ал енді оның көзі ұнамай қалды, қасы ұнамай қалды, что-то прическасы дұрыс емес, ол болмайды, енді ол залымдық. Ол жаңа бауырымыз айтқандай, ол кезде Құдайдың алдында ертең жауап бересің жаңағы. Сондықтан ал енді оны әркім өзі жауапты, бірақ ол аманат деді алғаннан кейін. Ол жақсы дұрыс па? Ертең біреу біздің әлпештеп өсіріп жетілген қызымызды алды да бір айдан кейін талақ қылып жерсе, нағып талақ қылып прическасы ұнамады десе, саған жақсы ма? Жақсы емес. Сондықтан оның бәрін түсіндіріп қоғамдар, ол ойыншық емес деп түсіндіру керек. Оны және пайғамбарымыз айтты ғой, егер күйеуінен себепсіз талақ сұраған әйел деді, ол жәннаттың иісін сезбейді деді. Негізі сондықтан талақ ер адамның қолына берілді. Ғалымдар айтады, егер талақты әйел ер адамға берген дейді, күніне 20 мәрте талақ қылатын еді дейді да күйеуін. Түсіндіңіз? Алланың хикметі сол, жаңағы ер адамның тағы бір артықшылығы талақты ер адам. Ер адам ол талақ деген сөз соңында шешімді қабылдайды. Оған дейін шыдайды. Шыдамды халықпыз ғой иншалла. Жақсы аман болыңыздар. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла